Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Мұртымды ғана алып үлгердім. Бүгін тағы да клиенттерімнің алтындарын тасып беріп жатырмын. Көптеген адамдар сұрап жатыр, алтынмен айналысып жатсың ба деп. Әрине айналысып жатырмын. Міне цепочка и потом мынандай сақиналар бар. Қасымда братаным бар. Бұл братан енді телеохранитель болып жүр қасымда. Битаңды көрсетіп қойшы кәм, братан. Мынамен жүрген апасына, кешегі ақшалармен мынамен жүрген апасына болғаннан кейін братаным всегда қасымда. Әдеттегідей қолында бита, басқа нәрсесін пока что көрсетпей ақ қой. Ол төтенше жағдайда. Короче, солай бізде алтынмен айналысып жатсың ба деп сұрап жатсыздар. Айналысып жатырмын. Инстаграмға, тиктокқа пока что ешқандай алтынмен шығарған жоқпын. Бұйыртса шығарамын, бірақ та өздеріңіздің таңдауларыңызда, қалауларыңыздағы алтындар болып жүрсе, фотоларын жіберіп, андай бар ма, мұндай бар ма деп сұрап алсаңыздар болады. Бізде алтындар өте қолжетімді және де өте керемет сапада. Үйге түскі асқа күшті заказ бердім, смотрите, тамаққа. Ол бізде қуырдақ, кәдімгідей бауыр, бүйрекпен жасап береді. Екен әсіп ыстықтай келген. Екі әсіпке заказ бердім. Мен өзім әсіпке прям жиріп шындап келген кезде. Мына жақта тоже қуырдақ. Ал ыдыстары ыстықтай. Қарасаңыздар, аппетитная, прям күшті қылып жасаған. И самое главное, везде бас. Кереметті бұлқылдап тұр ғой, прям. Алсаңыздар, ер сұқпайыз. Егер осының басқа, қуырдаққа тапсырыс бергілеріңіз келсе, аккаунтына кіріп, өздеріңіз тыңдап, заказ берсеңіздер болады. Ал бізге ас болсын. Biz үйдің шаруаларымен жүрмін, әлде де дизайнер келген сол кісімен. Осындай жерлердеміз примерно. Айтайыншы, мен түскен киноның екінші сериясы шықты. Қазір салатын боламын, қолдауларыңызды сіздерден күтетін боламын. Ол жерде қыз енді өте бұзық қыздың рөлін сомдаған болатынмын. Бұл киноны кино деп қабылдаңыздар. Өйткені ол жерде боқтық сөздер кетіп қалған. Енді ол жерде мен жалпы өте бұзық қыз болып ойнағанмын. Мен әкем бұрын бұзық болған, одан кейін мен соның жолын қуғам деген сияқты. Екінші серияны қабыл алыңыздар. Өте күшті шыққан, поддержка беріңіздер максимальный түрде. Сіздерден қолда күтетін боламын. Келесі сторис. Екінші серияны тамашалаңыздар. Рахмет. Аман болыңыздар, сауда болсын дәде, рахмет. Күшті гүлдеріңіз әдемі екен дәде, рахмет үлкен. Цветочка подарила. Келіншекпен, кешемес алдың күні бір келіншекпен төбелесіп қалсақтан, представляете, не ситуация оған айтып берейін ба? Короче, давайте 10 сұрақ қойыңыздар, 10 сұраққа жауап берейін, и ортасында тоже айтам осы ситуацияны. Қазір мен мамамдардың үйіне барайын деп жатырмын. Мамамдар Астанада болған, сонымен Астанадан келген екен, сонымен хочу родителей увидеть, мамамды көрмегеніме уже бір айдан асып кетті, сонымен Османды көргісі келіп жатыр екен, сонымен бала-шағамен барып келейін деп жатырмын. Все. Тамағымды ішіп, сонымен қазір заттарды үйге апарып, бүгін еще мен Палас үйге заказ берген, олардың бәрін күтіп алып, киімдердің бәрін жинап, Құдай қаласа, мен Шымкентке жолға шығам, ертең или арғы күні шығам. Құдай қаласа, өйткені сестренкамды қатты сағынып кеттім. И бір қанша ай болды, 2 ай болды, ол көрмегелі. Мен всегда барып тұрамын. И Карина жаққа кетемін. Айтып отқаным, бір-екі аптаға Карина жаққа барам, Арысқа қарай. Карина қазір лагерде демалып жатыр, потом Арыстан лагерге қарай жол тартам. Сол күн деген ыстық, Шымкент вообще жанып тұрған шығар, Арыспен. Ақбұт айтып отқан негізі 45 градус болып тұр деп. Есіңізде қалған үміткер кім? Ерекше болып. Маған аттарымен ғана ерекше болып қалған. Кім? Төлеген деген келді, биыл Бекежан деген келді. Басқанда үміткер есімде жоқ. Вообще. Міне. Бұл кісі үміткер ме, қалай ойлайсыз? Иә? Өзі айтты, үміткерім деді. Одан кейін сіз үшін топ 3 қатысушы. Топ 3 қатысушы. Зарикош бар. Айдана бар. Спокойно сидели и что думаете? А давай тебе в глаза посветим. Тебе котенок нашел меня. Вот он. Да, нашел тебя. Да? Он же сам же приполз.
Чё ты? Не снимай. Меня вот так вот всю. Я и говорю. Куда я пошла? Вот такую вот. Я типа вот так расчесываешь и закручиваешь, да? Ну вот смотри, она еще так идет. Короче, осындай котенок. Забираем. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Біз эфирден шығып үй жаққа қайтып бара жатқан жайтымыз бар. Достар, бізде де білесіздер, қазір номинация жүріп жатырған жайты бар. Достар, қазір мен осы келесі стористе сілтеме қалдырып кететін боламын. Соған кіріп, маусым қатысушы деген 4 адам білесіздер. Ақерке, Саддаулет, Алишер, Зарина. Сол себепті достар, сіздерден өтініш, Ақеркеге дауыс берсеңіздер, нұр үстіне нұр болады еді. Қазір кісінің осы өзінің істеп жатқан жерге астын қалдырып беретін болам. Соған кіріп, басып, Ақеркенің үстін басып, дауыс беруді басып берсеңіздер болғаны. Сіздерден үлкен бір өтініш қой достар. Кіріп, Ақеркеге дауыс беріп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болады еді. Қанша рет көрсете осылай қорқа беріп. Мұны көріп жатсыздар, өзім парфюмдарды шығарып Қазақи Нақыштаға сатып жатырмын. Соған байланысты мынандай челлендж жасасам деген ой бар. Жаңа жылға дейін жасап, ақша жинап, енді Алла бұйыртса бір 5, 6, 10 миллиондай жинай алам деген ниетім бар. Соны жинасам, жаңа жылға дейін алғашқы жарнасын құйып, өзіме үй алсам деген ойдамын. И және де осылай салсам деп тұрмын. Мысалы деген кеше саттым, кешен әрі күн саттым, 2 күнде көп сатқан жоқпын, бар 5-6 парфюм ғана саттым да. Сөйтіп күнде қанша парфюм сатқанымды, және де қанша табыс тапқанымды сіздермен бөлісіп отырсам, жаңа жылға дейін солай күнделікті челлендж жасасам. Мысалы сатылмаған күні айтам, я бүгін сатылмады, сауда болмады деп. Болмаса күшті бір сауда болып кеткен күні айтам, мә бүгін 10-ын сатып жібердім, мә бүгін 20-сын сатып жібердім деп. Қалай солай сіздерге қызық болады ма? Негізгі бағасы 15 мыңнан, бірақ қазір айдың соңына дейін акция жасап жатырмын. 1+1 бағасымен 2 парфюмді сіздер 15 мыңға ала аласыздар. Сол себепті WhatsApp-қа жазыңыздар, заказ беріңіздер, любой қалаға салып жіберемін.